Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздерге өз қолыммен жасаған моцарелладан керемет пиццаның рецептін ұсынамын. Біздің пиццамыз өте созылмалы, дәмі күшті, керемет болып шықты. Егер менің сыр жасаған видеомды көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде қараңыздар. Ең алдымен пиццамызға қамыр дайындап аламыз. Ол үшін табамызға жылы суымызды, сүтімізді, бір қасық шекер, тұз, дрож салып жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды аз-аздан қоса отыра, алайда қамырымыз қолға жабыспауы қажет. Қамырды илеп болғаннан кейін жақсылап орап, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. 1,5 сағаттан кейін біздің қамырымыз көтеріледі. Оны зуалап пицца дайындайтын боламыз. Мен пиццаға керек заттарды алдын ала турап дайындап қойғанмын. Сіздер қандай начинка пайдаланамын десеңіздер де өз еріктеріңізде. Форманы майлап, жайған қамырымды орналастырамын табама. Және жан-жағын дөңгелетіп шығамын. Сол кезде біздің пиццамыз әдемі болады. Осылай қайырып, дөңгелетіп шығыңыздар. Егер сіздерде кетчуп болмаса, соус жасайтын қызанақ болмаса, томатный пастаны пайдаланыңыздар. Оған 1 түйір чеснок, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз, укроп болса укроп салып, жақсылап араластырсаңыздар, керемет соус пайда болады. Мынау менің жасаған сырым. Алдын ала теркіден өткізіп қойғанмын. Осы пиццаны қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Екіншісінде дәл осылай дайындаймыз. Мен оған помидор қосып дайындадым. Мінекей, осымен біздің пиццаларымыз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алда керемет рецепттер болады.